жайдарман сүйер қауым, кеш жарық Шымкент қаласының барша тұрғындары, қала қонақтары, студент жастар, бүгінгі жайдарман ойынына қош келіпсіздер. Авиценна көпсалалы медицина колледжінің ұйымдастыруымен Шымкент жайдарман филиалының қолдауымен бүгінгі өтіп жатқан жайдарманымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Сайыста 5 бірдей команда төбе көрсетіп, өнер көрсететін болады. Бүгінгі сайыс 3 конкурстан тұрады. Сәлемдесу, 5 әзіл және қайым айтыс деген конкурстарымыздан тұрады. Әуелі біздің шығатын командалармен таныс болыңыздар. Бірінші барша командаларды сіздердің алдарыңызға таныстырып өтейік. Ортаға Авиценна көпсалалы медицина колледжінен құралған қыздар Аққу жайдарман тобы. Және екі жанынан құралған ерекше топтардың бірі Фаворит жайдарман тобы. Қонақтарымыз нөмірі 129-шы жалпы орта білім беретін мектептен келген мұғалімдер КВН командасы. Тағы да ерекше қонақтарымыздың бірі Халықтар достық университетінен келген Старшак жайдарман тобы. Өзіміздің Авиценна көпсалалы медицина колледжінен құралған жігіттер Авиценна құрамасы. Бүгінгі сайыс әдеттегі тілге тиек етіп айтқандай 3 конкурстан тұрады. Біздегі номинациялар бас жүлде және үздік ойыншы деген номинацияларымыз бар. Және осы топтардың арасынан үздік шыққан топтарды анықтайтын, номинацияларды анықтайтын 6-шы топ, яғни әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Рондос бол! Және ардагер жайдарманшы көз тимесін командасының мүшесі Азамат Сәдуақасов. Сондай-ақ ардагер жайдарманшы көз тимесін командасының белді мүшесі актер, продюсер Достаев Марат. Төртінші қазылар мүшесі менің бала-шағамның атасы, актер, автор, ардагер жайдарманшы, менің үйдегі мамамның күйеуі Папам Мамыр Есбергенов. Бастамас бұрын алғыс сөз болсын. Жастар ресурстық орталығының басшысы, ардагер жайдарманшы Ерлан Айтбаев мырзаны ортаға шақырамыз. Амансыздар ма, құрметті жастар, ассалаумағалейкум. Бүгін енді 2 жыл үзілістен кейін Шымкентте жастар ресурстық орталығында қайтып жайдарман ойынын бастағалы жатырмыз. Бүгін мінекей Авиценна көпсалалы медицина колледжінің бастамасымен осындай бір ұсыныс болды. Біздің колледждің жүлде үшін жайдарманды бастап көрсек. Неге? Себебі қазір Шымкентте сөздің шыны керек. Жайдарман топтары өте аз, санаулы. Негізі жалпы жайдарманның тарихы осы Шымкенттен басталған. Ол бәріне куә, біледі. Сол жайдарманның басын бастаған Мамыр ағамыз бүгін арнайы қонақ болып келіп отыр. Жайдарманшылардың біразы осында отыр. Шынымен де жастар жайдарманды сағынған, көрініп тұр. Бірақ санитарлық жағдай ол жағы тағы бар. Елдегі мынау індет әлі толық біткен жоқ. Сондықтан жастар сіздерден өтінеміз, сұранамыз. Бетпердені тағып отырсаңыздар, арақашықтықты сақтап отырсаңыздар, себебі қазіргі таңда әлде де рұқсат жоқ. Қатар отыруға
мына Адыл Қазылар алқасында отырған қонақ жігіттер, Наурыз, Дастан, сіздерге де қатысы бар. Енді ұрысты деп ойламаңыздар, бұл жалпы ескерту. Егер біз осылай арақашықтық сақтап, бетперде тағып жұмыс жасайтын болсақ, бізге алдағы уақытта да жайдарман ойындарын, жалпы басқа да шаралар өткізуге рұқсат беріледі. А егер біз талапты сақтамайтын болсақ, онда жастар орталығында жауап тастауы мүмкін. Сондықтан сіздердің көрермендер, жастар, үлкен өтініш. Жалпы бүгін жайдарманға қош келдіңіздер. 2 жылдан кейінгі бастама қайта мінекей қарқын алып жатыр. Өздеріңіз көргендей студенттер де бар, мұғалімдер де бар қатарда. Бүгін енді 5 команда өзінің бағын сынайтын болады. Жалпы рахмет. Ұлан бастаған топқа, Авиценна колледжіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Мына жастар ресурстық орталығымен тікелей етене жұмыс жасап жатқан. Сондықтан да мына басқа оқу орнының, жоғарғы және орта арнаулы оқу орнының жастар іс жөніндегі комитет төрағалары, төрайымдары болса, алдағы уақытта Шымкент Жайдарман лигасы өз жұмысын бастайды. Филиалдың директоры болып жақында белгілі жайдарманшы, қазір Адыл Қазылар алқасының төрінде отырған Марат Достаев тағайындалды. Құттықтап қойсаңыздар болады. Шымкент қаласы бойынша Жайдарман лигасының басшысы. Сондықтан да әрбір ойын жайдарманмен үйлесіп өту керек, жайдарман филиалының рұқсатымен болу керек деген сондай қағида бар. Іске сәт, жайдарман жалпы жастардың интеллектуалды ойыны ғой. Бұл айтқанда қазақ тілінің дамуына, ой-өрістің дамуына, сахна мәдениеттілігіне, ауызбіршілікке, достыққа баурайтын ойын. Мінекей осы жайдарманнан шыққан жігіттер қазір халықтың қалаулысы болып, елдің еркесі болып, сахнада елге еркелеп жүрген жағдай бар. Сондықтан да сіздерден кейінгі қарындастарда осы ағалардың жолын берсін деп бүгінгі ойынға сәттілік тілейміз. Рахмет, Ақжол. Ендеше сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен біз сайысымызды бастаймыз. Бірінші арта тұрған командаларға айқайлап, шулап, дауыстарыңызды көтеріп білдіріп қойсаңыздар, құрметті жастар. Жарысты көңіл-күйде сайысымызды бастаймыз. Алғашқы болып өзіміздің колледждің командасынан бастайық. Авиценна көпсалалы медицина колледжден келген Авиценна құрамасы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, Авиценна, мереке құтты болсын! Құрметті қыздар, қазір басқа қонақ командалар келеді тағын, Авиценна қыздар әдемі, Авиценна қыздар сұлу деген кезде бәріңіз деп отырмаңыздар. Деп отырады ол. Басқа командалар көргенде шулап, туфлилерін лақтырып, бес саусағын тығып жеп пысқырады ғой. Арман, мына сөзіңмен қыздардан тая жемен дейсің ба? Қаяқтың тая жеген, мен бұрынғының батырлары сияқты. Ер мінезді, маңдай, сондаймын ғой мен. Артыңа қарасайшы. Сосын қыздар түсінмеймін бар. Жігітімен жүріп жүрген кезде мен жігітім Арстан, мен жігітім Тигр деп алады тағын ұрсып қалың кешке статусын қарсаң. Бұл әлемде бір ғана еркек бар, ол менің әкем. Сосын қыздар мына капрондағы стрелкісі кетіп қалса, не үшін лайк жағасыздар? Оның аржағынан тырнақ шықпайды ғой. До утра даже всю грязь выкину здесь, пора уже, нет, это бред, ведь ты подопекни на меня, особенно все делаешь шаг, где реагенты, чекни глаза, в кармане пятка и пятка, тофта. Арман, не ана үстіңе киіп алған қалады? Ұялмайсың ба? Жігіттер оң қоя беріңдер, дұрыс сой. Жігіттер бір-біріне алсақ отырып алған. Жуынбаған ол деймін. Жігіттер осы қайтамда бірінші курстың қыздар колледжге түсіп алып тағына. Не істейміз деп жүреді ғой. Сосын сабақтан қалады тағына. Старшысына. Не істейміз, береміз. Кетші!
достар, Кәмшат Жолдыбаеваның концертіне шыққан имам. Мен негізі өнер хандарының концертіне келген едім. Маған ұрсын. Жалғастырамыз достар. Өзінің ісіне немқұрайлы қарайтын акушер. Күшіне бір қазір келем. Көреміз достар, электриктің өлімі. Осы лампочканы ауыстырсаңдар болады ғой. О, жанды. Тамашалаймыз достар, дүкенде болған оқиға. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Маған бір кола бере салыңызшы. Міне 2000 теңге, сіздаш керек емес. Күшті. Ассалаумағалейкум. Бір нан, бір қот, бір сүт беріңізші. Маңыз 5 теңге, сіздаш керек емес. Маған аналардың іздашысына. Нан, сүт, майонез, құрт. Қанша теңге қалды? 735 теңге. Қайтарыңыз. Көреміз достар, тиктокқа жатып алған мектеп оқушылары. Сәлеметсіздер, бәріңіз түгел келдіңіздер ғой, формаларыңыз бәрі бар ғой, бізде ашық сабақ бүгін, ал енді отырыңыздар. Ей! Ау! Көреміз достар, ауылдан қала келген қыздар. Ту, қыздар қалайсыңдар? Жақсы, шүкір. Алла деп. Сөйтіп, қыздар кеше посвящение дым ұнаматшы. Қайсы авицинанкі ма? Я авицинанкі. Қумаш күшті болған жоқ па? Несі күшті болды, айтыс? Білесіңдер ма, кеше посвящениеден кейін Ұлан ағаның өзімен үйге дейін апарып тастады ғой. Неме? Галенваген дейді машинамен. Жынды? Галенваген емес қо? Не онда? Нива. Нива емес ол. Геленваген деген машина қап-қара джибу. Ой, сен бәле бәрін білесің ғой, тоғыздан кейін кетіп қалғансың ғой сен. Шашың мира болып ше. Кеше мен плазаға бардым ғой. Сөйтіп брендке кіріп, кәдімгі күшті джинсы алып қарсыңдаршы. Қан шығарсың? Ой, жеме. Неге жаман көре алмайсың сен? Білесің ба қай жерден алғанымды? Қай жерден алдың? Котоптан алдым. Жынды котоп емес ол. Котон. Котон. Котон емес, катон деп жазылып тұрады, оқысаңдар дұрыстап. Оң қой берш. Мен әкем бай ғой. Номерін берші. Қоя тұршы. Мен әкем бай. Сол плазаның ортасынан бәдірен сатамыз ба деді. Бәдірен? Иә. Қумаш плазада бәдірен сатасың ба? Иә. Өтпейді ол. Неге? Алдыңғы жыл дарып сатқанымда өткен жоқ қой. Көреміз достар, кез келген студенттердің басынан өтетін жағдай. Тақ, Айгүл қалайсың? Қалай саңды? Сүйе бермеші. Қарын деген ашып кетші, среда жеген едікші. Айтпа қарын дейді, шырылдап ады ғой. Ой, бір нандай нан барса, я? Ондай нан кімге жетеді? Мынандай қылшы. Мақыл, нандай. Арасын тіліп, тұқ. Ой, нақтан майонездер тістеп, еп сеуіп, өйде. колбасаларды майдалап турап қойып үстіне. Фантазияңдай. Айтайын да, сөйтіп пияздарды майдалап турап қойып. Пияз сеппеші. Кешке жігітіммен кездесем. Ой, сенде. Сөйтіп кетчупты алып бетелеп қойып үстінен. Ап! Деп жесін да. Не алып жейсің? Мә онда. Мә онда. Айгүл! Құрметті достар, адам өміріндегі ең маңызды, ең қымбат, ең бағалы кезең ол студенттік кезең. Құрметті студенттер, студенттік кезеңдеріңізді бағалаңыздар. Сіздермен болған Авиценна құрамасы рахмет достар. Рахмет. Авиценна құрамасы олардың керемет ойынды бастап берді. Бір емес біршама команды Жайдарман сахнасына алғаш рет шығуы, құрметті қазылар алқасы. Сәл шіріп атса түсінерсіздер.
Oyunumuzды жалғастырамыз әрмен қарай. Келесі болып, тек 2 адамнан құралған ерекше еркін құрама Фаворит командасы. Nağız karantинге сай командамыз. Ассалаумағалейкум. Біз күні кешіп бірде жаңалыққа көшейік, Алматы қаласына барып демалдық. Алматы қаласына барғаннан кейін жататын жеріміз керек, квартира іздедік. Квартира іздедік енді. Сөйтіп бір квартира сататын апайға бардық, екеумізге қарап күлді да, сағат қама деді ғой. Жоқ әпше, бізге сағатқа емес, бір күн түнейміз деді. Түніміз қалай өтті? Түнді PlayStation зор болды. Зор екен. Сөйтіп одан кейін үйде жатып іш пісті. Сонымен Алматыға кеп қап біз деп бір Алматы қыдырайық дедік. Ой, Алматыда қыдырған olur. Бетін olur. Алматыда деген кетіп баратып арбатта есіңде ма? Ана гүл сататын балалар мен әйел көрді ма, сен еркек көрді ма түсінбедім мен ше. Екеуміз келе сайт болай деп көріп дейсің ғой. Мына карантиннің жақсы жақтары өте көп екен. Карантин саған ғана жақсы болды. Не үшін? Сен бір балалы болдың ғой сен карантин. Жарайсың ұлым. Рахмет әке. Ой, бәрек. Міне көп балалары әкесіне құсап өседі. Мына бала әкесіне құламай өсіпті. Мүлдем құсамаймын ғой мен сізге деймін де осы. Осы сен кімге ұқсайтынын айтайын ба? Айтыңыз. Датанақ. Марат Достаев. Марат Достаев карантинде көп көрінбеді, дұрыс па? Ал мен Марат Достаевтың карантинде не істеген білемін. Марат Достаевқа мен әшейін денем ұқсайтынша, негізі түр әлпетінің бәрі мамыраға ғой мен. Мамыраға? Датанақ. Датанақ. Осы сен ұлан аға екеуің ағайындар жатсың әлі. Мен кеше түнде түс көрдім. Түсінде ақ бозатпен шауып кеп атым. Аттың басын былай бұрдым, былай шауып кеп атым. Атпен шауып кеп атым. Bir кезде ат былайынан бір айналды да, алдына жарта шықты ғой. Аттың тізген дардан тоқтамайды, ат шауып барады. Аттың тізген дардан тоқтамайды, бір кезде оянып кеттім мен. Тұрып қалсам басыма гамашын киіп алыппын. Ендеше дәл осындай көңіл күймен фаворит құрамасы біз бастаймыз. Fatality. Мұрынның алғашқы айтқан сөзі. Мүлдем такси тоқтата алмайтын бала. Алло, иә? Жұмысқа шықтым. Водка такси ұстап барам. Аға, такси. Аға барасың. Сіз қайға барасыз? Үй жаққа барасың. Аға өтініш металға кетіңізші. Вертел, яғни лаваш шаурма дайындайтын ет сөйлейтін болса. Өз аға қойсаңшы енді. Мүлдем сықырамайтын бала. Ақтөбе жасыл қала жайлаған, көркіңе келбетіңе тоймаған, сағынып салып өтсін қаланы, көрмесем бір сәт тойланам. Біз мына Павлодар қаласынан келгеннен кейін Жетісай қаласынан шығып, арнайы Түркістан үшін Шымкентке рахмет айтамыз. Рахмет, жайдарма. Қошеметтеріңіз. Келесі командаға қарсы алыңыздар.
Тағы да осы Авиценна көпсалалы медицина колледжінің қыздарынан құралған Аққу командасы. Карантинде жаппай тұрмысқа шығудан аман қалған қыздарыңыз алдарыңызда. Сәлем, Шымкент! Біз қыздар командасы бүгін жалғыз команда болғандықтан жігіттерді мақтауға келдік. Сіздің шыны керек, біздің осылайша қиып өмір сүріп жүргеніміз ер азаматтардың арқасында қой. Әсем, үстіп созып сөйлемді қойша. Тоқтаңдаршы. На районе джай пацаны подруги. На районе джай почти бывает скидки джай. Ну ты чу джай. Салам алейкум, фигуралас. Уағалейкум ассалам, дене құрдас. Ұланайын ойна, жаман жақсы едім. Ұланаға жүрейікші. Мен қатын балашағам бар ғой. Жаман ойлап қалмаңыз, просто сахнада бір-екі қадам жүрейік, сосын түсінесіз ғой. Жарайды. Түсіндіңіз ба аға? Знаешь, Фиона, Болды, қара беріңіз. Шода қыздар, сахнаның артына тұрып естіп жатырмын. Жігіттерді мақтаймыз дейсіңдер ма? Біле білсеңдер, бүгінгі ойында біздің басты қарсыласымыз сол жігіттер. Сендер білесіңдер ма, бізді, яғни қыздар жігіттер неге теңеп жүрген? Неге? Нәскиге. Ой, мен қыздарды нәскише ауыстырамын, бірінен соң екіншісін кие салам деп. Жігіттер, мақұл біздің нәскиге теңесіңдер, теңей беріңдер. Өтініш, бірақ 2-3 қабаттап киіп алып қойыңыздаршы. Жүда аяқтарың жаурап барсам, мен сияқты қалың нәски киіп алыңыздар болды. Қыздар, бізді нәскиге теңеді, бізді жігіттерге айдап айтқызсақ та. Жәудір, неге шыға сала жігіттерді жерге ұрып тұрсың? Әсем, сен мен кроссовкың жақыннан көргім келіп тұрады дейме? Біле білсең, махаббат деген нәрсені осы біздің қазақтың жігіттері шығарған ғой. Біздің қазақтың жігіттері де қатырады. Бірден басын бастайды да аяғынан аяқтамайды ғой. Неге олай дедің? Басын бастап келіп аяғынан аяқтамайды, қазір 18-ақ миллион болмайды нек. Сен тұршы бой? Түрің жаман болған мен әңгімені өлтіреді екенсің, Или жігіттер жағыз мақтаған келіп жатыр ма? Қыздар, мен сендерге не үйреттім? Жігіт деген сабан ғой. Шертіп жүріп табан ғой. Бәрекелді. Жігіт деген шөп қой. Шөп деген көк қой. Молодец. Жігіт деген доп қой. Жәудір, қыз деген ол гүл. Жігіт оның сабағы. Сабағы су сормаса, мүлде солып қалады. Әсем, сол гүлдерді букет қылып сыртын әдемі ораған кезде бетіне гүл көрінеді, астындағы сабағы көрінбейді да ғой. Олай болса, бүгінгі ойынды бір букет гүлге айналдырғысы келіп отырған Аққу командасы. Біз бастаймыз. Тағы да қайырлы кеш, сонымен тамашалаймыз. Жігітімен ұрсып қалған дәрігер. Жігіттердің бәрі клизма! болып түсіпті. Сәлем беріп қайнана. Ой, көп жасайын алайын. Барлық нәрседен қорқа беретін қыз құрбысымен. Жібек, менің аяғым ауыр. Ол жұқпай ма? Өзінің жүкті екенін білмей қалған келіні енесімен сырласуда. Ене, полиция шақырды. Ішінде біреу жүр. Көшеде қыз-келіншектердің сөмкесіне ұрығарлар жабысып жатады. Сондай жағдайлардың бірінде көмектесіңдер.
Kömekleşsinler. Kömekleşmesinler, özüm kete verem. Карантинден кейінгі құрбылардың кездесуі. Не жаңалық бар сенде? Менде дым жаңалық жоқ. Менде менде сол өзіңде не жаңалық па, друга? Менде дым жаңалық жоқ. Ойбой, сенде дым жаңалық жоқ қой. Барлық үнді сериалдарында кездесіп жататын жағдай. Қызым. Сенің әкең Бәбіран сенге емес. Кім? Оның әкесі кім? Оның әкесі кім? Сенің әкең Метхун. Не? Тоқтаңдаршы, тоқта. Сенің әкең Метхун. Сенің қызың мынау, қызыңды алып кетші айналайын. Осының әкесін білеміз деп 365 серия жүрдік. Болды. Қыздар, қазылар алқасын қараңдар. Біздің Ұлан ағаның папасы Мамыр ағамыз отыр. Құрметті Мамыр аға. 2000 жылдардың басы болу керек. Шәуілдірі, яғни біздің ауылға тойға барыпсыз. Мамам екеуміз тойда танысып, әңгімелесіп, тойдан кейін... Қарындасың айтып. Вот бәленің бәрі қарындасым дегеннен шығады. Ойнап айтып тойды күшті жүргізіпсіз, мамам сәлем. Қыздар, менің де айтарым бар. Құрметті Марат Достаев. Қош бол. Қыздар, осы ұлдар бізді әрдемеге теңеп жатыр ғой. Неге бізде ішкі сынағыңызды айтпасқа? Жігіттер, осы сіздер неге духи сияқтысыздар? Бір-екі айда таусылып қала бересіздер ғой. Сосын жігіттер, сіздер тура бір мегацентрдің иесі сияқтысыздар. Жандарыңызға жолап кеткенде ашыла саласыздар ғой. Жігіттер, сіздер неге 8-ші наурыз мерекелерде қыздарға тек қана гүл немесе мишка сыйлайсыздар? Қазір 21-ші ғасыр емес пе, одан да 11-12 сыйламайсыздар ма? Әсем, 11-12 деген айфон ба? Жоқ, гүл мен мишка ғой. Қыздар, негізгі біздің осы қазақтарда қыз туралы неткен көркем мақалдар көп, соларды айтсақ қайтеді? Бір қыз кубок алып өтсе, 80 жігіт басын көтереді. Біздің қыздар кубок ұтып алса, 1000 жігіттің түсіне кубок кірер. Қыздың өнерлі болса, кубокпен үйге кірер. Өнерсіз болса, тикток түсірер. Қыз жүректе сын болмас, кубок бар қыздарда мін болмас. Расында да. Бүгінгі ойында жігіттерге қарсы қыздардан құралған жалғыз команда екенбіз. Ал қыздар болашақ ана, солай ма? Аналарыңыз біз үшін әрдайым ұлық. Аналарыңыз біз үшін әрдайым бірінші орында. Сосын жігіттер, өтініш аналарыңызға барынша көңіл бөліңіздер. Алдын әперіңіздер, оларда еш уақытта темірді қызғанбаңыздар. Әрине бұның бәрі әзіл, біз қыздар бәрібір жігіттерден бір сат төмен тұрамыз. Дегенмен де біздің колледждің директоры әйел адамы. Сіздермен бірге болған ақыл командасы, рахмет. Exactly why
Тату командасы Наурызға алғыстарын білдіреді. Және бізде қонақ Жайша, Күлайша. Қонақтарымыздың арасында қадірлі қонақтарымыз да бар. Таныстыра кетейік, көрсетейік, орындарынан тұрғызайық. Менің өмірдегі досым, сырдасым ғой, мұңдасым ғой. Сахнада қасында тұратын тамада өткенде тай ойнатты кейс. Үйтіп, теріліп, шіріп жүріп әйтеуір. Ол біреу болмай қалды. Наурыз Рысымов. Жалғастырамыз. Нөмірі 129-шы жалпы орта білім беретін мектептен келіп отырған. Арасында беделді ойыншылары бар. Бір ғана бір ойыншысы бар әйтеуір. Көрсеңіздер қазір тани жатарсыздар. Мұғалімдер құрамасы. Тек қана сессияда кезінде ұстаздарын ұлық тұтатын студенттер, ассалаумағалейкум! Біраз көп шықпаға, бірақ бар ғой, мынаны істеген бар ғой, ортасында істеген өте кайф екен. Соны білдім. Нұрекен кайфтың қай жерде тұратынын біледі екен. Өзі білесіздер ғой, Нұрекен өзі. Нұреке қол көтеріп қойыңызшы. Қыздар әлемінің серкесі осы. Біз негізінде мына ұстаздар қауымы онлайн болғаннан кейін қолымыз Құдайдан кейінгі бос адам болдық. Онлайн болып, мысалға мына Қасым деген жігіт таксист, ғыр таксист. Өтіп кеткен, кім қол көтерсе соны алып кете береді. Қазіргі кезде жаңағы жоғарыдағы адамдарды жамандайтын осы кісі. Одан кейін мына жақта Досжан менен Сұлтан екеуі стройкеде жұмыс істеп жүр. Онлайн сабақ беріп жүр сондай. Қошемет білдіріп қойсаңыздар болады. Одан кейін мынау Бақытжан деген жігіт бұл география пәнінің, тарих пәнінің мұғалімі. Екі пәннен бірақ сразу сабақ береді. Тамада. Одан кейін мен завучпын ғой. Ендіше продуктының бағасы екі есе көтерілсе де, айлығы көтерілгенге мәз болып жүрген мұғалімдер кетті! Достар, көз алдымызға елестетеміз, гиф ойнатып жатқан ешек. Хей, сәлем ешекбастар! Құрметті ешекбастар, ешектарым менің, ишақтар! Аселдарым менің. Еркін болды енді история салмағанмын. Ол үшін әрине сіздерден кешірім сұраймын. Құрметті достар, айтпақшы бүгіннен бастап менің атаулы гифім басталайын деп жатыр. Бірінші орынға өзімнің су жаңа арбамды тігейін деп жатырмын. Көң тасып жүрген арбамды. Және де екінші орынға егер қоқыммен және 4 ағаш тігетін боламын. Құрметті достар, және де соңғы ойынға, яғни AirPods тігетін боламын сіздерге. Ойын тұяқты дырылдату арқылы өтетін болады. Сосын барып, құрметті достар, менің подписки бөлімдегі үй жануарларына тіркеліңіздер, және де соңғы посттың астына ИА деп жазып кетіңіздер. Үндістандағы мафиялардың кездесуі. Музыкадан ерте жүйдіңіз сіздер? Әкеліңдер ма? Әкемед? Әкемед. Қалай әкемедің сен сонда? Кәдімде әкемед. Пұқасы ма не? Пұқам. Қош, пұқасы ма не? Пұқам. Ойбай, пұқа екен бұл, ойбай, кешілі кесілді! Кейде автобуста отырған кезде телефонмен сөйлесеміз. Сол кезде не істеп, не қойғанымызды білмей қаламыз. Сондай жағдайлардың бірі. Сөйтіп Гүлмираның үйіне барған ғой? Жаңа аяпайдың үйіне барып сөйтіп шай ішкенбіз, сосын ашшы.
сөйтіп жаңағы не қылып жатқанымыз ғой сөйтіп жаңағы ана сорпа тұрыпсың Әпше, не істеп жатсыз? не қазір артқа қарайсың ба арқаңды қытырлатып жіберейін. Шымкенттегі жергілікті телеарналардың бірі. Армысыздар, құрметті көрермендер. Айғақ қоғамдық республикалық телеарнасында жаңалықтар, студияда Бағлан Бәйбебек қызы. Айғақ қоғамдық республикалық телеарнасының директоры, облыстық мәслихаттың депутаты Дулат Әбіш бастаған бір топ делегация Африкаға барды. Африкада бір қарадам өзінің көлеңкесіне шалынып құлап, оқиға орнында мерт болыпты. Ал көлеңкесі жансақтау бөлімінен бірақ шығыпты. Сол көлеңкенің қал жағдайын біліп қойду үшін біздің телеарна барып қайтқан болатын. Сіздермен бірге болған Бақдәулет Сейтжапаров, Евгений Сергей Касаев, Николай Каличевченко арнайы Шымкенттен. Ерте заманда ұрлық жасаған адамдарға дүре соғатын болған. Дәл осы ағамыз ұрлық жасаған үшін тағы 2 аптадан кейін сол жерге түсіпті. Сәт жоғар. Ментальный арифметика, яғни математикамен оймен есептейтін әкім ағамыз халыққа есеп берусін. Осындай жоспарлар жасап жатыр қазіргі кезде. Құрметті әкім мырза, жолға бөлінген және талдарды егуге бөлінген ақшаларды қайда жұмсадыңыздар? Соған есеп берсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Мен мынау жолға деп қазіргі кезде бюджеттің көлемінен 8 миллиард 956 миллион теңгені жолға бөлдік. Одан кейін барып, қателеспесем, жолдағы біз көгалдандыру болу керек қой. Сол көгалдандыру мақсатында 46 миллион 732 миллион теңгені жаңа көгалдандыруға дейін бөлдік. Одан кейін барып мектепке деп 8 миллион 710 теңге вообще бөлмедік. Түсінбедім, бөлмедік дей ма? Әкім мырза бергеш бірдеңе шығарыңыз. Көз алдымызға елестетеміз, көшедегі бір түрлі ерегіс. Жүрші тез. Айқайлама маған, түсіндің ба? Еркек ма? Өзім. Бауырым, көзіңе қарасты, бауырым бей. Көзіңе қарамайсың ба? Қалай көзіңе қарамайсың ба? Өзім білем қайқа жүре, түсіндің ба? Қой деме, мен саған. Қойыңыздаршы, ішіп сен байың ішіп аты ма? Мен байым ішіп атыр, білдің ба? Сен шаруаң болмасын, білдің ба? Қой отыршы, әпше. Қалай сонда? Қатын қой дейм саған. Қалай сонда қатын? Қатын қой дейм. Кім қатын? Шамиле қарт жүрем қазір. Қой дейм саған. Тамиле қой дейм. Әпше, қойшы болды. Шывағың бол, әпше. Бірақ деген. Асқазаны сәл ауыратын мафия. Осы бір өзі менен ерексем депті ма? Шәл тігіп жіберейінші. Әкелдің ба? Әкелдім, сендер ше, әкелдіңдер ма? Не, әкелгенде... Әкелдің ба дейм, Кім? Сәл, не, арық неқшы сәл. Сәл, ұзақ сөйлесейікші сәл, не, әкелдің ба деп, жай, айтшы мына. Әкелдің ба дейм? Ерексіңдер шана, мен бір. Бергел, әкелдің ба дейм? Әкелгенде қазір тұра тұршы сәл. Кім? Қашма, әкелдің ба дейм саған? Кәз. Володя, орбит бар ма? Орбит тапқыш, 4 башқы орбит керек болатын мына жақашы. Тез, әкеш, тез. Асқазаны, тез, өтші. Не, бауырым, ана жерге тауарды қойып кете салшы, кейін өзім алып кетем.
Құрметті әділ-қазылар, бүгінгі ойынның... Рахмет түсінгендеріңізге. Құрметті әділ-қазылар, бүгінгі ойын адал беріңіздер, әділетті қылыңыздар. Себебі сіздердің балдарыңызға біз әділетті баға қоямыз, соны ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған номер 29. Жалпы ортақ білім беретін мектептің мұғалімдер құрамасы. Сәлемдесуді аяқтайтын қонақтарымыз, командалар дайын болса, сәлемдесуді аяқтайтын Халықар Достық Университетінен келген тәжірибелі топтардың бірі Старша командасы. Жігіттер, армандадым мен осы авицинаға түсем деп жүріп армандап текқа түсіп кеттім ғой. Сен шүкір десең, қаншама қазақ баласы авицинаға түсе алмай шетелде оқып жүр ғой. Бәке деймін да, мен осы бала күннен арманым стоматолог болу. Менің арманым фельдшер болу еді ғой. Қазірден бастап кіріп отырып қане? Мен бір акушер болсам ба деймін. Акушер қандай мамандық екенін білесің ба оны? Иә, білем ғой, жаңада дүниеге сәбилер келеді, соның қуанышын көру. Жоқ, оның қуанышын көре алмайсың ғой сен. Дұрыс қой, қуаныш пен бақытын бірге көру. Жоқ, қорқынышты дегенге қалай түсіндіреміз маған? Бопты онда мен бір источник бола салайын. Авицинадан бастап политехтан шыққанымыз қалай кетті? Осы авицина оңтүстік қазақстан облысындағы білімі жақсы дамыған оқу орны екен. Бұл жерде жақсы мамандар еш шыққан. Біле білсеңдер, мынау Авицина университеті ерек Авицина институты, Авицина колледж. Не колледж бе? Колледж. Бәке, бүгін орма кубок тігілі бар. Университеттен кем болмайтындай колледж. Мықты дамыған соншалық кәдімгі кетіп қалған дейді. Кәдімгі дәрігерлер больницада неше түрлі технологиялар дамып кеткен. Авицина ма? Жоқ, Японияда да неше түрлі технологиялар. Бәке, бүгін ойынға авицияның ректор келіп отыр ғой. Кешіріңіз, ол шындық енді. Япония действительно мықты. Кеше қатты болдың десіңдер? Мен сендерге айттым ғой, кеше ертең спектакль ойнайын деп жатырмын. Қыздың рөлінде боламын, сыртқа шыққаннан кейін мені алып кетіңдер деді. Соны? Сыртқа шықсам жоқсыңдар. Сөйтті да бір топ балалар мені алып қашып кетті. Айтасың, еркекпін мен. Мен оларға айттым ғой, мен қыз емеспін дедім. Сөйтті да анау, қойшы братан деді да, дальше. Не істеватсың сен шықпаққа? Білем тикток екенін. Сен билеме мұны, не үшін? Билейтін кезде сәл камераға қара да сен. Мынау тикток билемесің. Сен тикток билейсің, просмотрың көп болады. Тикток билейсің, подписчик жинайсың. Тикток билейсің, сөйтіп инстаграмға өтесің, киіп өтсесің, ақша табасың, свайп жасайсың. Дубайға барасың. Күшті екен ғой. Бүгін ерекше ойын. Біз шынымен де өмірімізде кубок ұстап көрген балалар емеспіз. Волейболда, футболда мүлдем амағамыз. Неше түрлі нәрсе көрдік, форма алдық. Етикет кісі бар мына жерде. Сол кубок үшін. Кубок жоқ бізде. Сондықтан бүгінгі ойынға кәдімгі ниеттеніп нық қадаммен келіп отыр. Жігіттер, сендер нық қадам ба не? Менікі тықылдап тұр, менікі тық қадам ба? Не жаздық? Не жаздық біз? Не жаздық? Соғы не жазасынар адам шырды. Ондай дүние керек емес, бір ерекше, басқа бір дүние табу. Мағыналы сөздер бар ғой менде. Осы түріктің хатун деген сөзі бар ғой. Соның қазақша баламасы жаным, жалғызым, сергім деген мағынаны білдіреді. Ой, хатун деген сөзді жап-жақсы сөз екен ғой. Хатуным. Хатундар.
Менше, сен қатынсың. Сен қатын болғанда да Жаппар Түрен киносын көріп пе? Содағы, ей, қатын дейді. Ендеше ерекше көңіл күйді жалғастырамыз. Брат, ана өлең бар ғой анау. Юзе юмама дүккін тарыр. Жоқ, тыңдасай сен. Юзе юмама. Тұмауратып қалған кезде барлығымыздың басымыздан осындай жағдай кездеседі. Көреміз өте міндетсің Шәке. Меккеге қашан апарасыңдар? Ешқандай қорқынышы жоқ морг охраннигі. Bir жарты шишам бар еді мен. Бала кезімізде мама, папа немесе үйшік ойын ойнайтынбыз. Ендеше сол ойынды соңына дейін ойнап тастаған балалар. Диана, мама айтпай қойшы. Диана, мама айтпас. Өз-өзіне көп ақ қоя беретін дәрігер. Моргтың кілтін берші маған. Не аласың? Сояқтағылар тұрғыш жібереді. Өз-өзіне көп ақ қоя беретін дәрігер. Өте мақтаншақ бала. Көреміз достар, өте мақтаншақ бала өзінің қызымен. Жаным, темекі сыртына қысты білесің ба? Жоқ. Сол менікі ғой. Көреміз өте қатыгез әке. Ренжімеңіздер, өте қызғаншақ әке. Не істеп тұрсың сен? Бала еміз тұр. Бүгін емізі көріп па соны? Кішкентай ғой, қандашады. Жай еміз шаны. Болыңдар ма? Тез-тез қиын болыңыз. Сен қош ер бақпан тез өсің. Не болды ашу? Ой, қош ер тез. Басқасын айтып, жандар жіберейін ба? Мына омыртқасы батып кетті тез қабалаш. Көреміз алсын сауында болған жағдай. Стоп. Ойната береген. Good afternoon. Өтен так. How are you? Балалар, мен қазір ағылшынша сөз айтам, соны қайталап отырыңдар, Маманың ағылшыншасы? Мазга. Мазе. Папаның ағылшыншасы? Памперс. Фазе. Ашық. Open. Жабық. Open. Ағаның ағылшыншасы, ағаның? Brothers. Балалар, мен тақтаға сөз жазайын, соны жазып алыңдар. Так, қалай жазылады жүр. Апай, сыртқа шықпай дейші. Не қылдың ананы? Қалып қалды. Жайшы, өзі ғой маған фазе деген. Айтты саған күрес ойнатайық деп. Бәрін шырып қалдар ма? Құрметті көрермендер, сөз соңында. Әлемде бір-бірінен астам мықтылар өте көп, бірақ адам ішіндегі мұңды ұмыттырып, оған күлкі сыйлай білу мықтылық деп білеміз. Ендеше сіздердің алдарыңызда болған Старшак жадырамал құрамасы. Біз сіздерді жақсы көрмейміз, біз сіздерді сүйеміз. Сәлемдесуді аяқтаған Старшакқа тағы бір қошемет жасап қояйық. Келесі конкурсты бастамас бұрын сәлемдесудің жалпы ұпай сандарын білейік. Жоғары балл 5 ұпай, 4. Папа көтерсеңші.
4 барлығы 4. Екі жігіт шыққан фаворит жайдарман тобы. 4, 3, 4 және бері қараңызшы. 4. Тамаша. Медицина көпсалалы медицина колледжі қыздардан құралған Аққу жайдарман тобы. 5. Барлығы 5 бай. Қонақтарымыз мұғалімдер құрамасы. 5, 4. Және соңғы аяқтаған Халықтар достығы университеті старшак. 5, 3, 5. Рахмет.